өйткені мен жаңағы оқу бағдарламасына көп көңіл бөлемін да, сол оқу бағдарламасына бөлгеннен кейін күнде сол мысалы бүгінгі оқудың мақсаты орындалды ма, орындалмады ма, соған көп көңіл бөлемін. Сондықтан дайындалғанда презентацияны қолданамын и оқушыларға да беремін презентация беруге. Презентация деген білеміз, ол бір нәрсені, жаңағы жобаны, өнімді, жаңағы біздің сабаққа келгенде сабаққа байланысты бір тақырыпты таныстыруға арналған құжат, немесе бұны біз құжаттар жиынтығы деп айтамыз. Келесі, құрметті әріптестер, бұл жазба түрлерін тек мен аз ғана бөлшегіне тоқталдым. Білесіздер, жаңағы оқу бағдарламасына сәйкес жоспар құру бар, сабақта жарнамалау бар, өте көп жазба жұмыстарының түрлері бар. Ол сіздің сыныбыңызға және сіздің жаңағы бүгінгі сабағыңыздың жоспарына байланысты болады. Мен осыған тоқталайын дедім. Енді алдарыңызда оқушылардың жұмыстары күнделік. Бұл 6-шы сыныпта, өздеріңіз кім 6-шы сыныпта сабақ береді, олар біледі. Күнделік жазу. Күнделік деген не? Жаңа қысқаша тоқталып кеттік қой, енді оқушылардың жасаған жұмыстары. Яғни мен қазір өзім бағдарламамда Ыбырай Алтынсариннің жаңағы еңбекке баулитын, тәлім тәрбие беретін жаңағы сондай тақырыптарына тоқталып отырмын да бағдарламамда. Сол бағдарлама бойынша оқушыларға мен қосымша осындай тапсырма бердім. Сендер Ыбырай Алтынсариннің балаларға арнап жазған ғой, енді біздің бұл ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсарин балаларға мектеп ашқан, білесіздер, сол туралы балаларға айта отырып, оның жаңағы нелерін оқыңыздар деп жаңағы тапсырма бердім да, шағын әңгімелерін. Құрметті ұстаздар, бұл жерде бұл орыс сыныптарының оқушыларына арналған, сондықтан әрине қате де бар. Мынау жаңа Ыбырай Алтынсариннің суретін оқушының өзі салғаны, мына жерде көріп тұрсыздар, оқығаны, мына жерде байқап тұрсаңыздар, сұрау белгісі де бар, мына жерде леп белгісі де бар, мына жерде қаламы да бар. Ол оқушының өзінің бүгінгі мысалы оқыған әңгімесіне өзіне өзі есеп беріп отыр. Күнделік деген ол өзіне өзі күнделік есеп. Мысалы, мына бірінші күні мынаны оқыды, екінші күні мынаны оқыды. Мына жерде қараңыздаршы, Балқожа бидің баласына жазған хаты дейді. Бұл хатты жаңағы ол атасына арнап жазған дейді. Енді ішінде қателер де болуы мүмкін, бірақ ол орыс сыныбы болған екен, осындай адам бірінші рет жасап бастаған екен, қателіктер болады. Мына жерде көріп тұрсыз ғой, көріп тұрсыздар ғой, өлеңінде оқығаны, қандай әңгімелерін оқыған, бәрі көрініп тұр. Мынау келесі оқушының жұмысынан, күнделігінен, яғни бұл да көріп тұрсыздар, Ыбырай Алтынсариннің суретін салып қойған. Одан кейін барып қараңыздаршы, мына жерде қандай кітап оқыған, орысшасы да бар, қазақшасы да бар. Енді 6-шы сынып болған екен, әрине орысша да жазған түсіну үшін, қазақшасы да бар мына жерде. Мына байқап тұрсаңыздар, мына жерде жаңағы біздің мэйпинг деп айттық қой, жаңағы ментальды карта сияқты. Өзі сызып қойып, орысшада жазып, тақырыптары қалай, не туралы екені өзі былайша сызба қылып, сызып көрсетіп қойған бұл оқушының жұмысы. Келесі жұмыс, мінекей оқушылардың жұмыстары, пікірлер. 8-ші сыныпта сабақ беретін болсаңыздар, мына жерде өткенде біз сіздермен Қарой әңгімесінен үзінді оқыдық, Тәкен Әлімқұловтың, мінекей оқушының жазғаны мына жерде, сол туралы. Қарап тұрсаңыздар, бұл орыс сыныптарының оқушысы болған екен, ішінде әрине кейбір жерлерінде сөйлемде ұқсастық болмауы да мүмкін. Әңгіме дейді, тарихта ерлік, өрлігі мен рухты не дейді, жырлаған, есімі ерекше аталатынын дейді, Махамбет Өтемісұлының соңғы күндерінің көркем шындықпен суреттелген дейді. Мына жерде бәлкім сөйлемдері бітпей қалуы мүмкін, бірақ бұл мен сіздермен оқушыларының жұмысымен бөлісіп отырмын. Кейіпкерлері Исатай Тайманов дейді, әйелі Әуес дейді. Исатайдың әйелі деп ойламаңыз, бұл Махамбет Өтемісұлының әйелі Әуес туралы, тұңғыш ұлы туралы, оның жаңа Бимағамбет Сұлтанда жаңа соғысқан кезде тұңғыш ұлы қайтыс болады ғой, сол туралы, одан кейін кіші ұлы туралы, бесікте жатқан баласы туралы. Мына жерде оқушы соны мен өзім қысқа жазса да бәрібір мен өзім ойлаймын, ол оқушы осы тақырыпты түсініп тұр деп.
осыны түсініп кетті. Оның авторы туралы жазылған Тәкен Әлімқұлов туралы оған 101 жыл болыпты деп оны да жазып қойған. Бүйтіп қарап тұрсаңыздар, бұл оқушының жұмысы, иә. Әрине арасында қателер болуы мүмкін, сөйлемдер келіспеуі де мүмкін, бірақ оқушы осыны 8-ші сыныпта оқиды. Орыс сыныбының оқушы талпынып осының бәрін жазған. Келесі оқушылардың жұмыстары, мына 10 сынып оқушысы Лалаз Исламның презентациясы. 10 сыныпта сабақ беретін ұстаздар біледі, иә, біз сіздермен жаңа ұлттық өнімдерді өттік. Сол ұлттық өнімдердің ішінде мысалы біздің бренд деп, мысалы осы шетелдіктер бізге келгенде де мысалы ұлттық брендпен таныстыру керек қой. Соның ішінде мына Лалаз Ислам Каспийді өзіне бренд деп алды да, оны дейді Гарвард бизнес мектебінің студенттері зерттеп жатыр. Шындығына келгенде бұл үлкен жетістік, құрметті әріптестер. Өйткені баланың осыны зерттеп, біздің осы бір банкіміздің өзі LED экраннан өткенде көрдіңіздер ғой, бүкіл не бойынша жаңағы LED экраннан осыны көрсеткенін жаңағы мақтанып, қуанышпен айтып отырғаны оқушының. Одан кейін келесі, бұл жаңағы ұлттық өнім, ұлттық брендке арналып жасалынған оқушының презентациясы, жетістіктері жазылған. Келесі, мына оқушының жарнама жазып келіңдер деген, осы ұлттық брендке бойынша жарнама. Бұл әрине басқа, апай дейді, кешіріңіз, мен өзімді ыңғайсыздандым дейді, бірақ бұл жердегі сөздері менің оқушымның сөздері. Қырғызалы Назеркенің жасаған жұмысы. Қазақ әшекейлері бұл халықтың мәдени байлығы мен тарихи бейнелейтін бай шығармашылық мұра. Олар тағамбаздығымен танымал және символдық мағынаға ие. Қазақ әйелдері дәстүрлі түрде киімдері мен әшекейлерін этникалық және стильді бейнелейтін ашық түстер мен өрнектерді қолдана отырып, кестелермен безендіреді. Әшекейлердің символикасы көбінесе табиғатпен, жануарлармен, әлеммен және рухани нанымдармен байланысты. Әрбір әшекей қазақ мәдениетіне байлығы мен алуан түрлігін бейнелейді. Қарап тұрсаңыз, 10-шы сынып оқушысы Қырғызалы Назеркенің жаңағы ұлттық өнімді жарнамалаған жаңағы жұмысынан. Құрметті әріптестер, бүгін мен сіздермен ой бөлісіп, жазба жұмыстарын түрлерімен таныстырып, яғни біздің мемлекеттік стандартқа енген оқу бағдарламасындағы жазба жұмыстарының тек қана бір жартысын ғана көрсеттім, өйткені жарты сағаттың ішінде бүкіл жазба жұмысына тоқталу мүмкін емес. Ал құрметті әріптестер, бүгінгі сабаққа байланысты айтатын ой толғауларыңыз болса, ойларыңыз болса, бөлісе отырыңыздар. Өз ойын айтамын. Бүгін сабаққа байланысты сұрақ, ұсыныстарыңыз бар шығар, бір айтатын тілектеріңіз бар шығар, соны айтып өтсеңіздер, құрметті әріптестер. Біраз уақытымыз бар. Записін семинарға жібере аласыз ба дейді, семинардың записін. Запис жүріп жатыр ғой деймін, ұмытып кеттім ба? Басында жүріп жатқан болатын запис. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Мына жерден айта беріңіз. Сәлеметсіз бе? Өте жақсы болды. Рахмет. Қай мектептен? Нөмірі 64-ші жалпы білім беретін мектептен. Өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Қайырлы күн, әріптестер, қалайсыздар? Гүлмәрия, өте жақсы. Осылай өзіміздің ойымызды, пікірімізді жиі бөлісіп отырсақ, біз алмайтын қамал қалмайтын сияқты. Сондықтан да осындай чатқа жиі шығып, жиі ойымызды бөлісіп отырайық, әріптестер. Рахмет, көп-көп. Рахмет. Үйренетін көп нәрсе бар. Алла Владимировна дейді, 42-ші мектеп. Қай жерге жазамыз? Осы жерге, осы чатқа жазып қойсаңыздар болады. Мен қазір чаттан қай мектептер қатысы бәрі көрініп тұр. 165 мектеп. Айта беріңіздер. Сәлеметсіз бе? Тағы да бір сұрағым бар. Сонда әр сабақта қолданасыз ба осы тәсілдеріңізді? Рахмет. Қай мектеп атыңыз кім? Жанар, бақытты ба Жанар Жолдығалиқызы. Жанар Жолдығалиқызы, рахмет сізге, сұрағыңыз өте орынды сұрақ. Ол күнделікті болғанда күнде жазба жұмыстары жүріп отырады.
тек қана жаңағы бағдарламаға байланысты. Яғни оқу бағдарламасы. Қазір мен сіздерге уақыт кішкене бір 5 минуттай 6 минуттай уақыт бар екен, мен сіздерге осы оқу бағдарламасын ашып көрсетейін, иә? Так, қазір. Менде мына жерде оқу бағдарламасы бар. Қазір көрсетейін. Осы бағдарламаға қараңыздар. Мына жерде әрбір сыныпқа бұл нұсқау хат. Мына 9-шы сыныпта сабақ беретіндерге, мысалы, иә, бірінші мысалы, күнде жүрмейді, бірақ сонда да арасында көбірек жүргізуге.